Бұрынғыларда аманат деген бір сөз бар еді. Енді қазірде сіз осы аманат деген сөзді қолданасыз ба? Егер қолданатын болсаңыздар, пікір қалдыру аймағына жаза кетіңіздер. Енді аманатқа қиянат қылма деген бір сөз бар екен. Ертеректе оқыған бір кітабымда мынандай бір мысал бар еді. Бір адам үйінен шығып, моншаға жуынуға кетіп бара жатыр екен. Сосын оның жаңа қалтасында сылдырлаған теңгесі сол жерде тұрған бір ұрының құлағына шалдырыпты. Сосын ұры бұл ақшаны ұрлап алғысы келіпті дағы жаңағы адамның артынан тоқтаусыз жүріп отырыпты. Бірақ енді ыңғайлы сәт табылмапты. Ақыры моншаның алдына да жетіп барыпты. Сосын моншаның артына барған кезде жаңағы адам жаңа белінде байлап қойған теңге салған қалта дорбасын жаңағы ұрының қолына ұстата салыпты дағы мынаны мен моншадан шыққанша сақтай тұрарсың депті. Өзі ұрлай алмай келеткен ақшаны жаңағы ақшаның иесі әкеліп қолына сала салған кезде ұры не істерін білмей қалды. Десе де қызық жері, жаңағы адам моншадан шыққанша ұры ақшаны ешқайда кетпей моншаның алдында тосып тұрыпты. Сол моншадан шыққаннан кейін иесіне табыс етті. Енді кейін ұры жаңағы осы әңгімені басқаларға айтқан кезде, ей, сен ақымақ болдың ба? Біреу саған ақшасын өзі беріп отырса, өзің қол жетпей тұрған ақшаны неге алып кете бармады дегенде, жаңағы ұры былай деп дейді. Егер де мен оны ұрлап алған болсам, онда ол менің еңбегіммен тапқан ақшам болар еді. Алайда ол маған ақшасын аманат етіп кетті емес пе депті. Сондықтан да мен аманатқа қиянат жасауға батылым бармады деген екен. Демек, аманат осыншама дәрежеде маңызды екен. Тіпті ұрының өзі де аманатқа қиянат жасамайды екен. Ендеше біздің ортамызда әлі де осындай аманатқа қиянат жасамайтын жандар болса, бұл қандай бақытсыз болар еді. Бірер дүниеңізді аманат етіп, тапсырып кете алатындай адамдар болса, бұл қаншама бақытсыз болар еді деп ойлаймын.